Армысыздар, құрметті телекөрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасында арнайы хабар. Арнайы хабарымыздың бүгінгі тақырыбы кәсіпкерліктің дамуы басты назарда. Және сіздерді бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Таныстырар алдында әрине тақырыпты кеңінен сіздерге жеткізе кетуге рұқсат етіңіздер. Мемлекет басшысы ел дамуындағы отандық бизнестің рөлі мен мәніне ерекше назар аударып келеді. Елімізде ұлттық кәсіпкерлер палатасын құру туралы бастамаға президент тікелей қолдау көрсетті. Осылайша Қазақстандағы ең ірі бизнес қауымдастығы атанып кеткен ұлттық кәсіпкерлер палатасына отандық бизнесті қолдау және дамыту бойынша байыпты міндет жүктелді. Бүгінгі хабарымызда облыста кәсіпкерліктің дамуы мен проблемалары туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Қадірлі көрермендер, жалпы шағын және орта бизнесті дамыту, елбасымыздың айтуы бойынша кәсіпкерлікті дамыту, ол ел экономикасын алға сүйрейтін үлкен локомотив деп атап өткен. Енді осы салада қызмет етіп келе жатқан бүгінгі студия қонақтарымыз. Жаңбырбай Сұлтанұлы Доспаев, Маңғыстау облысы кәсіпкерлер палатасының директоры. Манов Әсет Мәлікұлы, Маңғыстау облысы кәсіпкерлер палатасы директорының экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары. Қаламқали Гүлжан Мұхитқызы, Маңғыстау облысы кәсіпкерлер палатасы директорының әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары. Және Ноғайып Талғат Нұрмағамбетұлы, Маңғыстау облысы кәсіпкерлер палатасы директорының құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді бүгінгі әңгімемізді бастаймыз. Ең алғашқы сұрақ Жаңбырбай Сұлтанұлы өзіңізге. Енді өзіңіз жетекшілік етіп отырған өңірлік кәсіпкерлер палатасының өткен бір жыл ішінде атқарылған жұмыстарына қандай баға бересіз? Алдыға қойған мақсаттар орындалды ма? Қандай алдымыздағы проблемалар бар? Осы туралы айтып өтсеңіз. Сауалыңызға рахмет. Бір жылдың ішінде енді бұл тығыз өте аз уақыт. Енді өзіңіз айтып кеткендей, елбасының қолдауымен осы ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылып, бүгінгі таңда барлық өңірде, барлық облыстарда, барлық қалаларда өз кеңселерін ашып, қызметін бастап, жұмысын атқарып жатырық. Бізде де енді облыстық былтыр қараша айында бірінші облыстық филиалымызды ашып, кеңсемізді ашып, сосын желтоқсан айында өзеннен кеңсемізді ашқан болатынбыз. Бірінші басында бұл жерде барлық жолдарға, кәсіпкерлерге толықтай қызмет жасай алатындай, толықтай көмек көрсете алатындай, құқығын қорғау жағы болсын, басқа да өздерінің келіп жатырған, түсіп жатырған проблемаларға дұрыс ақпарат беру жөнінде біздер бірінші толықтай өзіміздің қызметкерлерімізді жұмысқа қабылдап, жұмысымызды бастап бүгінгі таңда көптеген бір жылдың ішінде жұмыстар атқарылды. Бұның ішінде енді бизнес тренингтер өткізіп жатырық. Себебі көптеген кәсіпкер болам деген бүгінгі таңда қуанатын жағдай бар. Маңғыстауда күннен күнге артып келе жатыр. Бірақ та көптеген кәсіпкер болам деген өзіміздің тұрғындарымыз көптеген кедергілермен кездесіп жатыр. Сол кедергілер бойынша қалай кәсібімізді бастаймыз, несиені қайдан аламыз, қандай бизнес жобаны ілгері дамыту үшін, ілгері жұмысты жасау үшін сол түрден біздер өзіміз кеңсемізде жақсы білімді тренерларды шақырып, осы жерде бизнес тренингтерді өткізіп бастаған болатынбыз. Бірақ та түсіп жатырған бүгінгі таңға дейін бүкіл Қазақстан бойынша алатын болсақ, 3,5 жуық арыз шағымдар түскен болатын. 12 мыңның астам үстінде заң жобаларға өзгерістерді, ұсыныстарды беріп, сол қазір біздің берген ұсыныстар бойынша министрліктер өздерін жақсы қабылдап, өзгерістер жасалып жатыр. Соның ішінде былай айта кеткенде 43% берілген ұсыныстар бойынша қабылданды. Бүгінгі таңда іске асырылып, жұмыс жасалып жатыр. Бірақ та бұл бағаны қалай айтқанда да кәсіпкерлер, халық өздері бере жатады. Бір жылдың ішінде тәй-тәй жаңа басқан нәресте ұқсап, біз күннен күнге өз жұмыстарымызды
тәжірибе алып жетістіріп келе жатыр. Көптеген мемлекеттің осындай құрылған бұрыннан бері түрік елін алатын болсақ, топ деген өздерінің осындай палаталары 70 жыл бойы өз қызметін жасап келе жатырса, Малайзияда мана айтып кеткендей дамыған мемлекеттермен қарым-қатынаста болып, солардың тәжірибесін алып, бүгінгі таңда біздің басты мақсатымыз кәсіпкерлікпен айналысам деген өздеріміздің тұрғындарымызға жеңілдік жасау. Ол құқық саласы болсын, басқа да салалар бойынша үлкен жұмыстар биыл атқарылды. Көптеген форумдарды бірлесіп, облыстық әкімшілікпен өткізген болатынбыз. Соның біреуі бүгінгі енді таңда барлық аймақтарда кластерлық дамуын сол бағытты қазір елбасы тапсырма бойынша бағытты алып отырық. Сол бағытта үлкен кластерлық актив бойынша өшерден конгресс өткізген болатынбыз. Көптеген барлық тауар өндірушілер Қазақстанның түпкір-түпкірінен келіп, өшерде пікір алмасып, сол бүгінгі таңда іске асып жатыр. Енді Жаңбыр Байсұлтанұлы әрине жаңа айтып отырған мәліметтеріңіз оның бәрі бір жылдың ішінде атқарылып жатқан жұмыстар ғой. Енді менің есімде осыдан бір жыл бұрын сіз осы студияда алғашқы кәсіпкерлер палатасы облыс бойынша құрылып жатқан кезде келіп өзіңіз мәлімет бердіңіз. Осындай құрылып жатыр, осындай жұмыстарды бастап жатырмыз деп. Бүгінгі күні енді жаңа өзіңіз айтқандай тәй-тәй басқандан енді алдыға қарай жүгіруге ұмтылып тұрған үлкен мекеме болып отырсыздар. Соның ішінде енді қазіргі кезде кез келген жұмыс ол бірлесе жасалатын жұмыс. Осы бағытта облыстық әкімдікпен, жалпы әкімдіктермен, сонымен қатар құқық қорғау органдарымен, басқа да мекемелермен және ең бастысы екінші деңгейдегі банктермен жұмыстарыңыз қалай үйлесіп жатыр қазіргі кезде? Бүгінгі таңда енді облыстық әкімшілік пен облыс әкімінің қолдауымен, Алекс Серікұлының қолдауымен меморандумға қол қойған болатынбыз. Бұл бағытта әр әкімшіліктің жанында құрылған топтар бар, кеңестер бар. Сол барлық кеңестің араласып, белсенді араласып, өздеріміздің арамызда осы көмектесемін, елдің экономикасын дамуына араласамын деген кәсіпкерлермен бірлесіп, сол кеңеске бүгінгі таңда отырыстарына қатысып, өз ұсыныстарымызды беріп жатырық. Енді бұл тек әкімшілікпен шектеліп қалмайды, бұл жұмыста бағытта көптеген инвестициялар біз тартуымыз керек. Елдің дамуына көптеген тауар айналым бағытында қызмет жасауымыз керек. Осы бағытта биыл өздеріңізге мәлім шілде айында үлкен форум өткен болатын. Әзербайжан мемлекетінің кәсіпкерлерімен, солармен меморандумға қол қойғанбыз. Содан соң көптеген өшердегі ашылған, жасап отырған консулдықтармен қарым-қатынаста жұмыс жасап отырық. Ол Иран консулдығы, Түркия консулдығы, Ресей консулдығы, Әзербайжан консулдығы. Солармен де қарым-қатынаста жақсы өздерін пікірлесіп, жұмыстарды алға мақсатымызды болашақта ірі солардан инвестицияларды тартып, өшердегі кәсіпкерлермен бірлесіп, үлкен жобаларды аясында жұмыс қызмет атқарып жатыр. Енді бұлардың мана айтқандай ірі жобаларды іске асыру үшін инвестиция керек. Немесе екінші деңгейдегі банктермен, солармен қарым-қатынаста өздеріміздің кәсіпкерлерден келген жобаларды талқылап, соларға ұсыныс беріп, солармен бірлесіп, сол жобаларды іске асыруымыз керек. Жалпы осы екінші деңгейдегі банктермен жұмыстарыңыз тығыз байланысты қазір жасалып жатыр. Халық банкісімен бүгінгі таңда меморандумға отырдық. Елбасының енді жасап отырған кәсіпкерлікті дамыту үшін бағдарламалардың өзі де көп қой. Сол бағдарлама аясында да көптеген кәсіпкерлер барлығы біле бермейді. Сол бағдарламаларды біз жұмысымыз соларға тиімді екенін көрсетіп жеткізуіміз керек. Сол бағдарламаларды іске асыруымыз керек.
Рахмет. Енді дәл осы кезеңде студиямызға бір көрерменіміз телефон шалған екен, сұрағын тыңдайық. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Алло, ассалаумағалейкумдер. Менің атым Асылбек болатын еді, Бейнеауданнан хабарласып отырмын. Сіздің филиалдарыңыз біздің ауданнан қашан ашылады, және де слет алуға көмектесе аласыз ба? Сол жай. Сұрақ түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Өте жақсы сұрақ. Себебі бірінші бастан біздер осы облыстық филиалды дұрыс құрып алғымыз келді. Дұрыс жұмысын аяққа тұрғызып, бағыттарын белгілеп алғаннан кейін, жұмысымыздың бағытын көргеннен кейін барлық районда ашамыз деп отыр. Облыстың аудан қалаларының бәрінде ғой? Барлық жерінде. Бұл жерден де енді барлық аудандарда келесі жылы 1 қаңтардан бастап ашып бастаймыз. Ол жерден бүгінгі таңда жасайтын өкілдерімізді бекітіп қойдық. Манағы екінші деңгейдегі банкпен меморандумның аясында Халық банкімен сол жерде өкіліміз бар. Бүгінгі таңда бәр ауданда жұмыс жасап отыр. Сол жерге барып, хабарласып, кеңес алса болады. Манағы енді несие алу туралы. Көптеген кәсібін ашам деген бірінші мәселесі несие болып тұр ғой. Қаржыландыру мәселесі. Бұл бағытта енді біздер өзіміз іштен жақсы мамандарды жұмысқа қызметке қабылдап, солар бизнес жобаны жасап беріп отырық. Дұрыс бизнес жобаны іске асыру үшін. Рахмет. Енді келесі сұрақ Әсет Мәлікұлы сізге қойғым келіп отыр. Кәсіпкерлер палатасы инвестиция тарту мәселесіне көп көңіл бөлетіні енді рас, ешкімге жасырын емес. Жалпы инвесторларды Маңғыстауға шақыру және олар жаңа беріскен кәсіпорындар ашуға мүдделі ме инвесторлар? Әсіресе бізбен осындай бірге қызмет жасауға қандай елдер, қандай мемлекеттер мүдделі болып отыр қазір? Сұрақ түсінікті. Енді Маңғыстау облысының кәсіпкер палатасының, оның ішінде экономикалық блоктың басты мақсаты бұл біздің өңірге инвестиция тарту болып табылады. Осы бағытта біз үнемі шетел инвесторлармен екі жақты кездесулер өткізіп жатырық. Соларда өзіміздің жоспарларымызды айтып жатырық. Енді инвесторларға біздің өңірдің потенциалы, енді біздің өңірдің бизнес жағдайы және оның жөнінде ақпарат беріп тұрамыз да. Енді қазір атап өтетін болсақ, қай мемлекеттер? Енді оның ішінде Иран мемлекеті бар, Азербайжан, Біріккен Араб Әмірлігі, Польша, Норвегия сияқты елдермен қазір тығыз байланыста отырмыз. Мана Жамбырбай Сұлтанұлы айтып кетті, біздің басшымыз. Енді Азербайжан инвесторлармен меморандум қол қойылды осы 28 маусымда. Осыған байланысты сол меморандумды іске асырып жатыр қазір. Енді соның уже бірінші несі Азерсун деген өндіріс және логистика орталығы. Осы әкім облысының қолдауымен фундаментін салын салтанаты өткен болды осы жақын арада. Мен өзім куә болдым оған. Енді облыста жаңа Араб Әмірлігін айтып кетсек, ол Империал деген компания. Бұл холдинг осы қазіргі күн сәулесі, соның ішіндегі су тазарту, күн сәулесінің энергиясы, да? Күн сәулесінің энергиясы мен су тазарту жобасын осы бастап жатыр. Біз енді соған қатты көңіл бөліп жатыр. Соның ішінде осы облыс әкімінің ішінде сондай бір топ құрып жатыр, жұмыс тобын. Сол жұмыс тобы құрылып, сол бекітілгеннен кейін ары қарай сол жұмыс өзінің несін алып кететін сияқты, жалғасып кетеді деп біз сенімдеміз. Енді осы жақын арада
осы бізге 24 қазан күні осы Норвегияның арнайы және өкілетті елшісі Оле Йохан Берноймен кездестік. Сол кездесудің басында олардың жағынан айту бойынша осы Норвегиялардың кәсіпкерлері қай салаларға көңіл бөліп жатыр. Ол мұнай газ. Әсет Мәлікұлы, кешірерсіз, сөзіңізді бөліп жіберейін. Дәл осы жағы Норвегиядан әрі қарай жалғастырып кетерміз. Қазір енді тікелей эфирде болғаннан кейін көрерменнің де сұрағын тежеуге болмайды. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Иә, сұрағыңызды айта беріңіз. Мен жеке кәсіпкер едім. Осы мына ненің палатаның жеке кәсіпкер едім. Мен палатаның мекен жайы қай жерде орналасқан екен? Өте тамаша, мынау бір жақсы программа екен. Қай жерден соғып отыр екен? Барып хабарласайын деп едім. Қай жерден соғып отырсыз? Мына Ақтау қаласынан. Өмірзақ ауылынан. Біздер енді орналасқан жеріміз 12-ші шағын ауданда 74-ші ғимарат Меруерт бизнес орталығындамыз. 3-ші қабатындамыз. Күнде жұмысшы 5 күн бойы жұмыс жасап жатырық. Келіп хабарласса болады. Құрметті көрермен, міне жаңа ғана мекен жайын айтып өтті, сондықтан кез келген уақытта хабарлассаңыз болады. Қандай сұрақтарыңыз болса, соған көмек көрсетуге кәсіпкерлер палатасы дайын. Тағы да бір сұрағымыз бар екен. Өзіміз уақытымызды алмай қойық. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Мен сауал қояйын деп едім Жанбарбай Доспаев мырзаға. Осы ауыл шаруашылығын дамыту бойынша кәсіпкерлер палатасы қандай көмек бере алады? Мысалы, кредит алу мен даму қоры сияқты оқыту бағдарламасы бойынша көмек бересіздер ме? Шетпеден хабарласып тұрмын, есімім Мәншік, жеке кәсіпкермін. Жалпы бұл сұраққа негізі келеміз, бірақ дегенмен жауап беріп кеткеніңіз дұрыс болды. Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Себебі біздер несие беретін құрылым емеспіз. Біз кәсіпкерлердің құқығын қорғау, кәсіпкерлерге жол бағытын сілтеу, қолдау көрсету. Бірақ та сол манағы айтып кеткен бүкіл үкіметтен беріліп отырған бағдарламалар аясында қызмет жасап отырық. Ақпаратты да беріп отырық. Мана айтқандай даму қорымен де, екінші деңгейдегі банктермен де қарым-қатынастамыз. Мана айтқандай келетін болса, кәсіпкерлер бизнес жобасын өзіміз ақысыз сызып береміз, жасап береміз, дайындап береміз, бағытын сілтейміз. Қалай жолдарын көрсетіп, жеңіл жолдарын көрсетеміз. Хабарласса болады. Рахмет. Енді құрметті Әсет Мәлікұлы, жаңа сөзіңізді бөліп жібердік. Жаңа инвесторлар жөнінде айтып атқан болатынсыз. Жаңа айтып отқан біздің жаңа Норвегияның келген қонақтарымызбен кездескен аясында біздің отырысымызда Норвегияның инвесторларының, кәсіпкерлерінің осы біздің Маңғыстаудың экономикасының ішіндегі қай салаларына көздері түсіп отқандарына біздің түсінгеніміз ол мұнай газ саласы, туризм и соның ішіндегі енді ауыл шаруашылығының балық өңдеу жағынан. Енді бұл бізге де негізгі ол салаларды таныс, ол салалардың ішіндегі де мәселелер көп, біз оны түсінеміз. Оның ішінде де дамып келатқанда мәселелер бар, оның ішіндегі де дамып жатпай жатқанда, мысалы ауыл шаруашылығының кейін қалып қойған мәселелері де бар. Оған әрине біз сенеміз, сол Норвегиялық кәсіпкерлермен тығыз байланыста болсақ, олардан тәжірибе алу және олардың дамып кеткен саласының, мысалы балық ауыл шаруашылығын алсақ, солардың оборудование жаңағындай технологияларын осы біздің Маңғыстауға алып келіп, осы жерге ары қарай дамытып, осы саланы ары қарай да
өсіру жағынан соған ықпал етеміз. Рахмет. Демек, қазіргі кезде сіздер осы бір жыл болмай жатып, шетелдік инвесторлармен, шетелдік кәсіпкерлермен тығыз байланыста жұмыс жасап жатырсыздар. Рахмет. Енді кез келген кәсіпкер кәсібін бастамас бұрын, олар өздерінің құқықтарын білмейді. Кәсібің дұрыстап орнына қойғың келсе, сен өзіңнің құқығыңды білуің керек. Қазақстан Республикасының заңдары мен заңнамаларын білу керек. Осы бойынша енді құрметті Талғат Нұрмағамбетұлы, сізге сұрақ қояйын деп отырмын. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бойынша бір қысқаша тоқталып өтсеңіз, сонымен қатар палатаның жанынан құрылған кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық кеңес бар екен. Соның жұмыстары жөнінде жалпы құқық қорғау органдарымен байланыстарыңыз қандай деңгейде? Жалпы 2014 жылы біздің кәсіпкерлер палатасына 115 арыз шағым түскен еді кәсіпкерлерден. Соның 55-і бизнесті қорғау аясында болған. 55 арыз шағымның 22-сі осы күні оң шешімін тауып, мәселесі шешілді. 20-сы бойынша қолданыстағы заңнамалар туралы біз тиісті ақпарат бергенбіз. Оны былай айтсақ, қараусыз қалдырдықтық болса, себебі бізде заң шеңберінде жұмыс жасаймыз. Егер кәсіпкердің талаптары орынсыз болатын болса, онда біз қолданыстағы заңнамалардың ережелерін түсіндіріп, сондай ақпарат береміз кәсіпкерге. Заңнан асалмайды ғой? Асалмаймыз, біз де асалмаймыз, заң шеңберінде жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда 13 арыз шағым біздің өндірісімізде бар. Оның 4-еуі мемлекеттік органдарға жолдағанбыз, олардан жауап күтіп отырмыз. 2-еуі ұлттық кәсіпкерлер палатасына жолданғанбыз, себебі республика деңгейінде қарастыру тиіс ол мәселелер. Қалғаны 7 арыз шағым біздің қазіргі өзіміздің өндірісімізде жүріп жатыр. Әлі оның мәселесі шешілген жоқ. Енді біз кәсіпкерлер палатасының жанындағы кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесі жөнінде енді күні кеше кезекті отырысы өтті. Ол кеңестің үстіне біз көбіне кәсіпкерлердің проблемалары мемлекеттік органдармен, қадағалау органдармен шешілмеген мәселелерді, үлкен күрделі жүйелі мәселелерді көбіне сол кеңеске шығарып, сонда талқылаймыз. Шешімін табуға тырысамыз. Себебі көп мәселелер ол терең тарихы бар мәселелер кездеседі. Сондықтан оны тек қана бір ой пікірмен бір адамның несі жетпеуі мүмкіндік, тәжірибесі. Сондықтан кеңестің құрамында мемлекеттік органның өкілдері бар, әртүрлі қоғамдық ұйым, саяси партия, депутаттар, адвокаттар сияқты тәжірибелі өмірлік тәжірибесі бар азаматтар бар, кәсіпкерлер бар соның ішінде. Сол ортаға салып, жан-жақты талқылап, өзіміздің ұсынысымызды тиісті кәсіпкерге, я болмаса мемлекеттік органға өзіміздің ұсыныстарымызды беріп отырамыз. Жалпы, мысалы, кәсіпкерлердің бәрі де заңды жатқа біледі деп айта алмаймыз енді. Сондай олардың құқықтары бұзылған жағдайда сіздерге тікелей келіп хабарласып сіздерден көмек ала алады ғой? Әрине ала алады. Кейбір біздің мамандарымыз кейбір кәсіпкерлердің құқықтарын сот өндірісіне қатысып қорғап жүрген жағдайларымыз да бар. Егер кәсіпкердің өзінің қорғаушы жалдауға мүмкіншілігі болмайтын болса, я болмаса кейбір Жаңаөзеннен осы 1-2 кәсіпкеріміз бар. Оларды қорғаушылар да бас тартып мәселесіне араласқысы келмей сөйткен жағдайлар да болады. Ешкім қорғағысы келмейді, себебі проблемасы өте терең. Проблемасы көп. Проблемасы басын алып пайдасы аз дейсіз. Пайдасы аз шығар, мүмкін. Сол тұрғыдан шығар деп ойлаймын. Сондықтан біздің мамандарымыз сондай көмекті көрсеткен жағдайларымыз да бар. Сосын кәсіпкерлерге тікелей сотқа қатыспай, 20-ға жуық біз әртүрлі кассациялық... Сотқа дейін? Жоқ, сотқа дейін емес, ал сот үстінде жүрген мәселелер бойынша, мысалға, оғанда процессуалдық құжаттар дайындау керек. Кассациялық арыздар, апелляциялық арыздар, талап арыздар, солардың жобаларын дайындап,
сондай көмекте көрсетіп жатырмыз. Енді кейбір мәселелер, мысалға кәсіпкерлер келеді, олардың проблемалары Алматыда, Ақтөбе қалаларында жаңағы сот өндірістері жүреді. Маңғыстау өңірінде емес, Маңғыстаудың өңірінде, бірақ кәсіпкер біздікі. Сондықтан біз енді баруға да мүмкіншілігіміз жоқ. Сосын енді алыс жер. Бірақ өзіміздің бағаларымызды жаңағы олардың дайындаған құжаттарына өзіміздің жаңағы заң тұрғыдан қарап, өзіміздің бағаларымызды беріп, сосын өзіміздің ұсынысымызды жасап, керек болса жобаларын дайындап та сондай ақыл кеңес беріп отырамыз. Рахмет. Бұл шынымен кәсіпкерге құқықтық жағынан көмектесу кәсіпкерге үлкен көмек негізі. Мен тағы да қосқым келіп отыр мына жерде бір мәселені. Кейбір мысалға ірі кәсіпорындар өздерінің құқық қорғау департаменттері бар, мекемелер басында айтатын еді бізге, сіздер неменеге керексіңіз, бізде өзіміздің де юристтеріміз жеткілікті деп та. Бірақ мына өмір көрсетті, оларда мысалы қиыншылықпен кездескен кезде бізге келіп солардың құжаттарын қарап беріп, кемшіліктерін анықтап, ақыл кеңесімізді беріп, соларға сотқа жолданатын құжаттарын, жобаларын дайындап бергеніміз де бар. Демек, енді көптеген бұрын сіздерге немқұрайлы қарайтын мекемелер де, сол мекеменің басшылары да, кәсіпкерлер де қазір сіздерді мойында, құқықтық жағынан мойындап келе жатыр, мойындап келе жатыр. Рахмет. Енді біз тікелей эфирдеміз, сондықтан тағы да бір телефонға көрерменнің шалған телефонына кезек берейік. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Айта беріңіз сұрағыңызды. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз. Мен Жаңбырбай мырзаға қоятын сұрағым бар еді. Мен Қарағай ауданының кәсіпкерімін. Жеке мына жылыжай үшін жер алған бірнеше мәрте осы жерге бардым. Бірақ менің жұмыстарым бітіп жатыр. Маған қандай көмек берер екенсіз? Соның бір сұрағын білсем деп, жауабын білсем екен деп. Сұрақ түсінікті ғой. Ол жылыжай салып отыр ма? Жылыжайды салғысы келіп? Жылыжай енді демек салса да, жылыжай салған, бірақ несие ала алмай. Несие ала алмай жүр екен сол. Енді біріншіден банктер бизнес жобаны дұрыстап тексеріп қарайды ғой. Әр банктер ондай қиын жобаларға несие бере бермейді. Себебі бізде ол жылыжайды саламыз деп келіп жүрген кәсіпкерлер аз емес, көп. Барлық ауданнан келіп отыр. Бірақ та біріншіден соны жақсы жобасын сараптамасын жасау керек. Ол жақсы, деңгейлі, бір дұрыс қондырғы болса деп сондай өзіміздің ұсынысымызды бергіміз келеді. Енді бізде Маңғыстауда күннің сәулесі жеткілікті болғанымен, бұл жерде желдің күші әлдеқайда басқа облыстарға қарағанда мықтылық. Желі күшті, сол себептен енді пленкамен салынған теплица дейміз, шын әйнекпен салынған теплица дейміз. Ол бірнеше түрге бөлінеді. Сол себептен бізге келетін болса, біз ол жағынан жақсы өзіміздің ұсынысымызды берер едік. Бұған енді қазіргі таңда үкіметтің тапсырмасы бар. Барлық аудан орталығында индустриялық зона ашу туралы. Индустриялық аймақ. Бұл индустриялық аймаққа бүкіл инфрақұрылым үкімет тартып береді. Сол жерден жер теліміне арыз жазып, жер телімін бөліп алуға болады. Ары қарай енді екінші деңгейдегі банктерге жобасымен баратын болса, біз өз қолымыздан келетін көмектің барлығын көмектесеміз. Ең маңыздысы көптеген кәсіпкерлерге қай жерден жақсы, дұрыс алатын ол жылыжай болсын, қондырғылары. Басқа да бір керекті өздеріне құрал жабдықтары болсын. Біздермен бірлесіп, айтып кеткендей, барлық мемлекетпен қарым-қатынасымыз бар. Ұлттық палата бүгінгі таңда өз өкілдігін Ресейден, Мәскеуден ашқан болатын. Керек қондырғыны арзан пайызбен, может лизинг болады ма, басқа да оның жолдары көп. Осы тікелей эфирде оның барлығын айтып жеткізу мүмкін емес. Жалпы енді? Жалпы
қолымыздан келетін көмекті аямай көмектесеміз. Егер де мүмкін басқа да бір жолдары бар шығар, бұл Ол жолы көп қой, бағдарлама көп. сіздерге келіп, сізде жаңа кәсіпкерлер палатасына келсе, мүмкін басқа бір бағыт беріп, заңды түрде көмектесуге мүмкіндік бар ғой? Мүмкіндік бар. Рахмет. Енді тағы да бір көрерменіміз телефон шалған екен, студияға сұрағын тыңдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап отырмыз сізді. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Мен Талғат мырзаға сөзім бар еді, сөзімді қойып жіберсем. Айтыңыз, айтыңыз. Мен осыдан 3-4 жыл бұрын бір жеке кәсібімді бастап едім. Соны заңдастырып жасап, 1-2 жылдай жасадым. Теңіз 14 шағынауда теңіз жағасынан балалар ойнатуға 2 мәшін, ойыншық машина ойнатып едім. Осы жылы прокуратурадан келіп тоқтатты. Сол ендігі жазда мен сол қайтадан жасай аламын ба, істей аламын ба, істей алмаймын ба, сол жөнінде бір үйінде едім. 3 миллиондай қарызым бар әлі. Өтеген жоқпын ешқандай ештеңесін. Түсінікті ғой, Түсінікті. Енді не айтамын ол кісіге? Біздің кәсіпкер палатасының ғимаратына келіп, құжаттары бар, құжаттарын көрсетсін, қандай проблема екенін айтсын. Қазір телефонмен тек несін естіп, проблемасын естіп, өте бір жеке бір жеке шаруа ғой, оны жеке қарайтын мәселе, жеке қарайтын мәселе. Сондықтан 12-ші шағын аудан 74-ші ғимаратта орналасқанбыз, 3-ші қабатында. Келіңіз, сөйлесеміз, танысамыз мәселеңізбен. Құрметті көрермен, сіз осы айтылған мекен-жай бойынша келіп, Талғат Нұрмағанбетұлына келіп жолықсаңыз болады. Мүмкіндігінше әрине қолдан келетін көмек жасайды. Себебі кәсіпкерлер палатасының өзі негізінен кәсіпкерлерге қолдау үшін, көмек үшін құрылған үлкен мекеме. Енді біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Енді құрметті Гүлжан Мұхитқызы, келесі сұрақ сізге. Әрине барлық осы кәсіпті бастау, тәй-тәй басу, өмірге қадам басу, бұның бәрі жастайынан басталады, солай емес пе? Сіздің айналып жүрген жұмысыңызда мәселеңізде осы 2016 жылға дейін Қазақстан Республикасында дуалды оқыту бағдарламасы бойынша 10 мыңнан астам маман даярланбақшы. Бүгінгі таңда қанша студент Маңғыстау облысында дайындалу үстінде және қандай кәсіпорындар оқу орындарымен жұмыс жасауда белсенділік танытып отыр? Осы жөнінде бір тоқталып өтсеңіз. Енді біздің облыс бойынша дуальдық оқу жүйесі 2012 жылдан бастап енгізілді. Сол дуальдық оқу жүйесі бойынша бүгінгі таңда 16 колледж жұмыс істеп жатыр, 19 мамандық бойынша. Сол мамандықтар бойынша 590 студент оқып жатыр. Соның ішінде жол карты бар, дуальдық оқыту жүйесінің жол картасы. Сол жол картаға 10 колледж енгізілген, 12 мамандық бойынша. Сол жол картада 315 студент оқып жатыр. Енді енгізілген мамандықтар бүгінгі заманда қажет мамандықтар енгізілді. Энергетика саласынан, қызмет көрсету саласынан, мұнай саласынан. Енді қарым-қатынас істеп жүрген мекемелер өте көп, ірі мекемелер бар. Оның ішінде АНЭК мекемесі, ПМК, Қарақұдық мұнай, құрылыс мекемелер. Мысалы, бүгінгі таңда 3 жақты шарттарға қол қойдық біз. 402 студентпен. 3 жақты болғанда ол мекеме колледж студент деген шарттарға. Содан басқа енді дуальдық жүйенің бір тармағы деген қамқорлық деп есептеледі. Кәсіпорын тарапынан техникалық және кәсіптік білім ұйымдарына қамқорлық көрсету. Республика бойынша 11 мекеме сондай қамқорлық көрсетіп жатыр. Ал біздің облысымызда алсақ, бізде 3 мекеме 2 колледжге қамқорлық көрсетіп жатыр. Олар Caspian Offshore Construction деген мекеме, Марин Болашақ деген мекемесі және Жанарыс деген мекеме. Енді бүгінгі таңда мамандықтарға сәйкес дегендей рынокке сәйкес басқа мамандықтарға перепрофилизация дейміз, да, то есть переподготовка. Соған байланысты жаңа оқу орындары ашылып жатыр, қайта даярлау дейміз. Сол мекемелердің жандарынан. Бүгін Берекет Ф сондай жұмысты бастады. Каспий колледж жанынан,
туризм колледж жанынан, Марин Буашақ мекемесінің жанынан сондай орталықтар ашылып жатыр. Олар деген қызмет көрсету саласы бойынша аспазшы, кондитер, диетолог, бұрын жоқ мамандықтарды даярлап бастап жатыр. Енді кәсіпкерлік палатасы технология бойынша техникалық мамандықтар дайындайтын оқу орталықтарға қолдау көрсетіп жатыр. Содан да басқа бүгінгі таңда істелінген жұмыстарымыз ірі кәсіпорындарға экскурсияларды өткіздік. Ақтау теңіз портына студенттерді апардық, ПМК мекемесіне, Майк Казатомпром мекемесіне, тағы да басқа ірі мекемелерге. Содан да басқа оқу орындарының студенттеріне кездесулерді ұйымдастырып жатырмыз. Мекемелердің өкілдері келіп, бағдарға түсіндіріп айтады, немен айналысады олардың мекемесі, қандай мамандықты бағдарға таңдау керекін, неге ол мамандық қажет бүгінгі таңда. Сондай кездесулерге келген мекемелер ол Нефтегаз, Қарақұдық мұнай, Қаражанбас мұнай, банкілердің өкілдері, әділет басқармасы, соттың өкілдері. Енді сол дуальдық жүйе өте қажет, және мекемелер сол дуальдық жүйе бойынша оқытып бастаса өте тиімді деп ойлаймыз. Немесе олар практиканың кезінде, тәжірибенің кезінде студент таңдап алуға болады. Мына студентті жұмысқа алам дегендей сырттан іздемей тұрып. Жалпы енді осы процесс жүріп жатыр деп, толығымен жүріп жатыр деп есептеуге болады ғой. Жағындай болашақ кәсіпкерлерді дайындауға мүмкіндігіміз бар қазір. Бүгінгі таңда бар, мүмкіндіктің бәрі бар. Рахмет. Енді біз әрі қарай әртүрлі бағытты қозғауымыз керек, себебі кәсіпкерлер палатасының айналысып жүрген жұмыстары тек қана бір бағытта емес, жан-жақты жалпы кәсіпкерлерге қолдау ғана емес, жан-жақты кәсіпкерлікті дамыту осы салалар. Енді келесі сұрақтың алдында тағы да бір көрерменіміздің сұрағын тыңдап жіберейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз эфирдесіз. Саламат. Қоя берейін ба? Иә. Сұрағыңызды қоя берейін. Алло. Менің балам жағы то ашқан еді, то жағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Өзі энергетик. Энергия жүйесін жағы тоқтарды жүргізу бойынша. Линия жүргізеді, үйлерге монтаж жасайды, сондай тосы. Енді бұлай жағы жер төлемі бойынша, жер мәселесі бойынша. Оның жағы несі жоқ. Тоқтар болғасын, сым болады, не болады, оны қоятын жерге. Менің Батырда өз жерім бар. Осы өтке тұрып алған. Ештеңе салған жоқ өтік өз жерге. Осы мен жағы балама беруге тоға болады ма? Қалай берем? Бергенде сатып берем ба? Дарекет берем ба? Болмаса жағыдай үкімет районының жағы есіне барып едім, олар айтты әкімшілікке барасын, әкімшілік жағы шешеді деп. Бізде Қазар дегеннің ең шеткі түсінікті. Қазар микрорайонының шеткі. Біздің аржағымызда үй жоқ, не жоқ. Сұрағыңыз түсінікті. Рахмет. Рахмет. Тәке жауап бересіз ба? Қысқа нұсқа енді бағыт-бағдар беріп жүру. Оны сатып берсе де, сыйлап берсе де өз ерігінде ғой енді жерді. Жер меншігінде болса, ал оны енді ол кісідегі жер, ол жеке тұрғын үй салуға арналған жер телімі екен. Соған байланысты ғой. Соған байланысты болса, онда нысаналы мақсатын аудару керек болатын шығар деп есептеймін. Егер оның мақсат өзгеретін болса, оны енді жергілікті атқарушы органдарға хабарласу керек. Себебі мынау үй тұрғындарға арналған жер телемін қаншалықты өндіріске өзгертуге болады ма, болмайды ма, ол ғана тек жергілікті атқарушы орган сізге оны жауабын бере алады. Оны енді Мұнайлы ауданының әкімшілігі ғой. Мұнайлы ауданының әкімшілігі шешеді. Соның жанында жер комиссиясы бар. Соның отырысы, соларға хабарласып көріңіз. Соларға арыз беру керек. Соларға хабарласып, арыз да беруге болады, арыз беруге де болады. Бірақ мынау тұрғын үйге арналған жер телемі болғаннан кейін, ол өндіріске қаншалықты жарамдылық заңды түрде бола ма, болмай ма? Сол жағдайын анықтау керек.
Түсінікті, енді жалпы негізі жергілікті атқарушы органдар бұл мәселені шеше алады ғой. Шеше алады. Рахмет. Енді құрметті Жаңбырбай Сұлтанұлы, тағы да өзіңізге сұрақпен қайтып келейік. Жалпы кедендік және Еуразиялық экономикалық одақ қазір тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Осы елімізге, оның ішінде Маңғыстауға қандай берер пайдасы бар, тиімділігі қандай? Осы туралы бір айтып өтсеңіз. Бұл енді кәсіпкерлерге тигізер пайдасы қандай? Еуразиялық одақты құру бірінші біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған болатын. Бұл одақ құрылғаннан кейін өте тиімді деп есептейміз. Себебі бұрынғы кезде де, ата заман кезімізде де, аталарымызда жібек жолы деп атады ғой. Сол кезде барлық мемлекетпен бір-бірінің арасында қарым-қатынас құрылған болатын. Бүгінгі таңда бір-бірімізді осы жерден кәсіпкерлер өз шығарып отырған тауарлары болсын, басқа да бір керекті тауар айналымдарға тауарлардың барлығын ішкі нарық толғаннан кейін басқа мемлекеттерге шығу керек. Басқа мемлекеттердің сұранысын сараптамадан өткізіп, сол қай мемлекетке бізден ішімізде шығарып отырған өндірісіміз қандай нелер бар, сол керекті материалдарды, құрал жабдықтарды бір-біріміздің арамызда қарым-қатынас болмайтын болса, бұл онда қай-қай бизнесті, қай-қай мемлекеттінде экономикасы дамуы өте қиын болады. Себебі әр мемлекет өз экономикасын дамытам деген басқа мемлекетсіз өте қиын. Бүгінгі таңда енді елбасын қолдауымен үлкен деген шаралар жасалып жатыр. Барлық Қазақстан бойынша тас жолдар салынып жатыр. Ол мына біздің Бейнеуге салынып отырған тас жолы бар. Биыл біткен бірнеше темір жол жобалары бітті, іске қосылды. Бейнеу Жезқазған деген. Бұрынғы кезде Маңғыстауды санайтын болсақ, бұл жерге инфрақұрылым жоқ, логистика дамымаған, өте экономиканы, бизнеспен шұғылдану өте қиын деп санайтын болсақ, бүгінгі таңда барлық жол ашылып жатыр. Соның барлығы осы экономикалық одақтың арасында шешіліп жатырған жұмыстардың бірі. Өздеріңіз көптеген тұрғындарымыз біледі, биыл 29 қыркүйекте Астрахань қаласында Ресейде үлкен мемлекеттердің басшылары бас қосқан. Мына Каспий жағалауында отырған мемлекеттер. Сол жерде тағы да бір жақсы елбасымыздың ұсынысы болды. Ол енді өте Маңғыстауға, бүкіл Каспий жағалауында отырған мемлекеттерге тиімді ұсыныс. Бұл еркін сауда аймағын ашу туралы. Бұл осының аясында бүгінгі таңда жұмыс жүріп жатыр. Кедендік кедергілерсіз. Кедендік кедергілерсіз, көптеген салық төлемдерсіз бұл жоба болашақта керек жоба. Сол себептен бүгінгі таңда біз осы тек өзімізде жасап отырған бірнеше компанияны айта кететін болсақ, айлзы мекемесі бүгінгі таңда арматура шығарып отыр. Ол арматураны былтыр тапсырылған темір жол торабы бойынша Түркменстан тапсырмасы бойынша соларға жеткізіп беріп отыр. Волна деген кондитерлік фабриканы алатын болсақ, бүгінгі таңда сұраныс жоғары, тек Ресей мемлекетіне емес, басқа мемлекетке емес, олар бүгінгі таңда ауған мемлекетімен, Пакистан мемлекетімен шартқа отырып, сол жаққа өзін шығарып отырған өндірісін, барлық кондитерлік өнімдерін жіберіп отыр. Сол себептен қалай болғанда да кәсіпкерлік даму үшін бұл одақ керек. Рахмет. Жалпы енді бұл кедендік және экономикалық одақтың тигізер пайдасы көп деп айтуға болады ғой. Тағы да бір енді көрерменіміз студияға телефон шалған екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Мына Өмірзақ поселкесінен кезінде өндірістік саламыз деп алған жеріміз бар еді, 36 га жер. Бірақ біздің партнерлермен кезінде ол жағдай болмай қалды. Қазір мына финансқа байланысты, неге байланысты. Енді сол жерімізге өзіміз өндіріс салуға мүмкіншілігіміз жоқ.
Енді соны мына кәсіпкерлер палатасы бізді сондай жер іздеп жүрген кісілермен кездестіріп, соған көмектесе ала ма? Рахмет, естідік. Көмектесуге болады. Бүгінгі кезде өздеріміз барлығымыз білеміз, қаланың өңірінде айналасында жер тапшылық, жер телімі тапшылық, өндіріс база ашам деген жобалар жоқ емес бар. Мана айтқандай шетелден де келіп өздерінің ұсыныстарын беріп жатады. Басқа облыстан келіп өз ұсыныстарын беріп жатады. Солармен бірлесіп, манағы енді палата барлық облыста бар болғаннан кейін осындай кәсіпкерлер бізге келіп өз ұсынысын береді. Павлодардан бізге шығып жатады. Мен картешкім бар еді, сол картофельді қалай басқа неге Маңғыстауға керек па деп. Барлық жаққа біз көмегін беріп отырық. Сол сияқты манағы қазір қойып отырған сауалнама бойынша бізге келіп жер телімін барлық құжаттарын көрсететін болса, біз соны басқа облыстарға да, басқа осы жерде жасап жатқан кәсіпкерлерге ұсынар едік. Бірлесіп, болашақта база ашып, басқа да бір қондырғылар алып, өзінің ісін дөңгелетіп кетуге мүмкіншілік береміз. Ендеше құрметті көрермен, осы кәсіпкерлерді қолдау палатасына, кәсіпкерлікті қолдау палатасына келіп, осы мәселеңіздің басын ашып алуға болады. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы өздеріңіз көріп атқандай, қаншама көрермендер сұрақ қойып жатыр. Демек, мына сіздерге ең бастысы мына кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығын ашу керек. Осы мәселеге қазір келетін боламыз, ал қазір тағы да бір сұраққа кезек берейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз, сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, мен сұрағым бар еді. Мына жеке меншік мысалға көп кәсіпкерлерге кедергілер көп, шынын айтсаң. Жеке меншік мына шаштараз ашатын болсаң, жаңағы жилой деймін, жилой квартирадан жилой қылу үшін қарайған 50 қол керек. Пожаркаға барасың, ССке барасың, ашу, қай әйтеуір коммунальный услуга, жаңағы бастықтардың өзінің алдына дейін барасың. Соны енді мысалы мемлекет тарапынан көмек есебінде кәсіпкерлерге көмек көрсетеміз деп отырсыңдар ғой. Соған мемлекет тарапынан жаңағы 1-2 кабинеттен шешілетін қылып етуге болмай ма? Қарастыруға болмай ма? Не қыл деп десеңіз, көп адам мысалы шаштараз ашатын болсаң, магазин ашатын болсаң, көп жүресің, жарты жыл жүресің. Оны мысалы жарты айда, бір айда шешіп тастауға болмай ма? Соны бір кабинеттерді азайтып. Құрметті көрермен, сұрағыңыз түсінікті. Менің де қояйын деп отырған сұрағым осы еді. Енді жақын арада кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы ашылады деп біліп отырмыз. Осы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына байланысты. Мүмкін осы кісілердің де мәселесі шешілетін шығар. Ол қандай қызмет көрсетеді? Кәсіпкерлерге қандай тиімділігі бар? Қашан ашылады? Әріптесіміздің сұрағы да өзі маңызды. Себебі бұл тек барлық кәсіпкерлер осы проблемамен күнделікті кездесіп жатады. Бір құжатты алу үшін көптеген, бір күн емес көптеген күндер кетіп жатады. Сол себептен мына әкімнің қолдауымен, Алексей Риколовның қолдауымен 35-ші шағын ауданда тұрған бұрын оралмандарға қызмет көрсету орталығын ғимаратын қазіргі таңда осы палатаға беріліп жатыр, құжаттарын рәсімдеп жатыр. Ол жерде бір терезе қағидасы бойынша мына қазіргі сон дейміз ғой. Сол сияқты кәсіпкерлерге бүкіл көмегімізді сол жерден береміз. Ол жерден барлық кәсіпкер бірінші басынан тек өзінің ойы болатын болса, мен кәсіпкерлікпен айналысайын дегенмін, бұның құжаттарын қалай дайындаймын, мөрін қайдан аламын, манағы құжаттарын қалай дайындаймын, оның бизнес идеясы болса, бизнес жобамды қайдан дайындаймын. Сол барлық нәрсені бір терезе қағидасы бойынша біз шешкіміз келіп отыр. Бұйырса, осы жылдың аяғына дейін ашамыз деп отырық. Бұл қай жерде болады? 35-ші шағын ауданда, бұрынғы мана айтып кеткенде, нелерге оралмандарға қызмет көрсету орталығын орнында, ғимаратын орнында сол жерде болады. Енді бұл жерде барлық бағытта жұмыс жасаймыз. Ол жерде бүгінгі таңда кәсіпкерлерге бүкіл консультацияны сол жерден беретін болып жатыр. Кеңестің барлығын сол жерден береміз.
Бірнеше кеңес бойынша қазір біз өзіміздің жұмыстарымызды жүргізіп жатырық. Ол мана кеден саласы бойынша болсын, салық саласы болсын, басқа да құқық саласы болсын, барлық сала бойынша сол жерден көмегімізді береміз, қолдауымызды көрсетеміз. Болашақта сол жерде барлық құрылымдар отырады. Ол жерде екінші деңгейдегі банктерде отырады. Мына микрокредиттік мекемелерде отырады. Ол жерде бірнеше нотариустар, жер бөлімінен адамдар, неден соннан адамдарды отырғызамыз. Әкімшілігінен мына кәсіпкерлерге көмектесу басқармасын адамдарды барлығы сол жерде болады. Кәсіпкер келіп құжатын тапсырып, бір жерден бүкіл манағы керек нәрсесін алып бітіріп кететіндей жағдай жасайын деп отырмыз. Рахмет, бұл кәсіпкерлерге үлкен қолдау болар еді деп ойлаймын. Енді біздің өкінішке орай уақытымыз шектеулі, сондықтан қазір бір тоқталмай өтуге болмайтын бір мәселе бар. Ол мына өзіңіз білесіз, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы Маңғыстау жеріне сапарында сіз өңірдегі мал шаруашылық саласында түйе шаруашылығының маңызды орын алатындығын өзіңіз елбасының алдында айттыңыз. Осы елбасының тарапынан қандай қолдау тапты осы көтерген мәселеңіз? Бұл енді барлығымыз білеміз, біз осы аймақтың даму картасын жобасын дайындап жатырық. Бұл жерде сараптамадан өткізгеннен кейін көптеген кеңесшілермен кездесіп, солардың қай бағытта Маңғыстаудың кәсіпкерлігін, кәсібін дамыту туралы сол картаны дайындаған болатынбыз. Осының аясында бірнеше бағытты белгілеп өттік. Ол біреу мана айтқандай, енді мұнайдың өңірі болғаннан кейін мұнай саласын дамыту. Бұл жерде бүкіл мана сервис компанияларын ірі компаниялармен бірлестіріп, осы жерден жақсы заводтар, цехтар құрып, осы жерден керекті мұнай саласына керекті барлық құралдарды шығару. Екінші бағыт бұл туризм деп отырық. Туризм бағыты бойынша енді елбасы да сол кезде ұсыныспен қолдауын көрсетіп, елбасы мына кендірлі аймағына бүгінгі таңда біріншіден су тұщыту қондырғысын қойып, әуежай салып, болашақта бұл туризмді дамытамыз деп сондай бағытта жұмыс жасап отырық. Үшінші бағыт бұл ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы бүгінгі таңда қалай болғанда да енді адам болғаннан кейін біріншіден адамға арзан, жақсы тамақтар керек. Ол ет өнімі болсын, сүт өнімі болсын, жүн болсын, күнделікті адамға керек нәрселердің барлығын Маңғыстаудың мына кең байтақ даласында көптеген нәрсені ауыл шаруашылығын дамытуға болады. Бұрынғы Совет үкіметінің дәуірінде де бұл салалар жақсы дамыған. Осы сала бойынша бүгінгі таңда күннен күнге әр кәсіпкерлер тиімді бағдарлама бойынша несие алып, жұмыстарын жасап, мал шаруашылығын дамытып жатыр. Бірақ та мына түйе шаруашылығы ауыл шаруашылық министрлігінде ескерілмей қалған екен. Сиыр сүтіне, басқа да мына ешкі сүтіне де субсидия алынатын болса, мұнда түйе сүтіне субсидия берілгенмен ол манағы шығынына сәйкес емес екен. Сүттің шығыны бүгінгі таңда 300 теңгеден жоба 375 теңгедей болатын болса, бұл жерде беріліп отырғаны 10-20%-дай тек субсидия беріліп отыр. Бұны елбасына айтқаннан кейін жақсы қолдау көрсетіліп жатыр. Біздер сол бағытта өздеріміздің болашақ бағдарламаларымызды құрып жатырық. Оны бірлесіп кәсіпкерлермен үлкен жоба бағдарлама құруымыз керек. Осының аясында болашақта бұрын Маңғыстау агросервис деген мекеме болатын. Бүгінгі таңда бұл Маңғыстау агросервис жабылуына байланысты сол қызметтің түрін барлығын біз өзімізге жүгін артып, халыққа сол бағытта жұмыс жасаймын деген, ауыл шаруашылығын дамытамын деген кәсіпкерлерге жолын көрсетіп отыр. Енді бағдарламалар ол жол картасы болсын,
жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы болсын, қай бағдарлама болса да әр бизнеспен айналысам деген кәсіпкерлерге өте тиімді, қол жетімді деп айтсақ болады. Ол жерден пайызында түсіріп беріп жатады. Бүгінгі таңда үлкен жақсы ауыл шаруашылық министрлігінің қолдауымен барлық жерде құдық қазылып беріп жатыр. Бұл жерде су құбырын қазып беру үшін үкіметтен 80% шығынның барлық төлем ақысы төленеді, 20%-ын кәсіпкер төлейді. Бұл бағытта да бүгінгі таңда жұмыс жасалып бастады. Осы бір мекемемен келісім шартқа отырып бүгінгі таңда 5 құдықтай қазылды. Болашақта бұны әкімнің қолдауымен келесі жылда ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Тек су мәселесі емес, біздер енді жем мен шөп мәселесін де шешуіміз керек. Ол бір тұрғыдан мана айтқандай Маңғыстау агросервистің жұмысын атқарып, болашақта ондай бір мекемеде құрамыз ба деп отырық. Бұл ауыл шаруашылығын дамытудың болашағы үлкен зор мәні бар. Сол себептен кәсіпкерлікпен ауыл шаруашылық саласында айналысам деген кәсіпкерлердің барлығы бізге келіп хабарласса болады. Жанымызда бірлесіп жасап жүрген палатының әріптестері бар. Ол біреуі Маңғыстау индустриялық палаты. Бүгінгі таңда біз жариялама бергенбіз теледидар арқылы, газеттер арқылы. 14 қарашада конкурс өткіземіз. Конкурста бір 15 миллион теңгедей қаражат бөлінген. Соны бір 10 жобаға бөліп берсек деп отырық. Бөліп бергенде бұл қайтарылымды қаражат, бірақ та пайызсыз қаражат. Соған қатысам деген барлық кәсіпкерлерді шақырамыз. Рахмет. Енді өкінішке орай өте жақсы мына кәсіпкерлікті бастаған жандарға бәріне өте жақсы мәліметтер алдық. Оның ішінде мүмкін бәрінде қозғай алмаған шығармыз. Бүгінгі шектеулі эфирдің уақытында тағы да айта кететін осы кәсіпкерлер палатасы, кәсіпкерлікті дамыту палатасы әрине мүмкіндігі шектеулі жандарға да, мүгедек жандарға да көп көмектері бар. Оның бәрін жаңағы айтқан мекен-жай бойынша келіп алуға болады. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздерге студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, кәсіппен айналысыңдар, кәсіпкерліктеріңіз алға қарай дами берсін. Аман сау болыңыздар.